Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өзімнің балама жасап беретін банан езбесімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Мені қолдап лайк басып қойыңыздар. Бұл езбе баланың денсаулығына өте пайдалы, әсіресе запорға, ішек жолдарына өте пайдасы зор. Жасап көріңіз міндетті түрде. Ыдысқа, осы миксердің ыдысына бананымызды, алманы салып, өстіп жеткілікті етіп салып аламыз. Енді қалауыңызға қарай жемістерді қоссаңыз болады. Сосын миксермен айналдырамыз. Егер миксер болмаса, вилкамен істесеңіз болады. Вилкамен, шанышқымен, яғни бананды езіп, сөйтіп алма қосып, сөйтіп берсеңіз болады. Өте пайдалы баланың организміне. Дүкендерде неше түрлі жемістерден, жидектерден осындай пюрелер сатылады. Өз басым оларды талай рет алып көргем, бірақ та енді мен мүлдем алмайтын болдым. Себебі ол баға жағынан да өте тиімсіз және көлемі мөлшері аз ғана болады. Сондықтан оның орнына дүкеннен жемістерді, жидектерді өзім алып, үй жағдайында осылай жасаймын. Бұған слива қоссаңыз да болады. Неше түрлі жемістерді қосып жасасаңыз өте пайдалы баланың денсаулығына. Жасап көріңіз. Менің осы видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз балаға қандай пюре жасап бересіз, әлде сатып аласыз ба? Міндетті түрде өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз. Бір-бірімізбен ақпарат алмаса отырайық. Қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша дүкеннен алған дұрыс па, әлде үй жағдайында өзіңіз жасағаныңыз дұрыс па? Өз ойыңызды міндетті түрде жазып, пікіріңізбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз.